Құдай бұйыртса, ірі қаралар жағына да келдік. Енді құрбандыққа бәріміз білеміз. 7 адам бірігіп бір ірі қара шалса болады. Яны байлап тастаған екен, таза көрініп тұр екен. Қаншадан деп жатсыздар наны? 510-нан дейді. Таза екен, қорадан жуып шығарған ол шамасы. 510-нан дейді жаңағы бұқаларды. Енді кішірек енді, бірақ енді айналып қалған екен. Саудалап жатыр адамдар. Ірі қараның да өзінің қызықтары бар. Тек қана ірі қараны алып сататындар да бар. Құдай нәсіп етсе бізде жақында алып бастаймыз. Көреміз. Қанша деп жатсың, Батыр? 230 дейді. Уже шем-шөп келіп кеткен ғой. 220-ға берем дейді. Не айтасың? Не айтасың? 220, оны өсіріп байлап сатам десең, ұтылатын сияқтысың. 220-ға қымбат сияқты. Бұзау тұр екен. Қанша деп жатсың бұзауды? 150 дейді. Жаңағыдан кішірек екен. Жоқ, денесін айтам, біреуін көрсіп едім ғой. Содан сәл-пәл кішірек екен. Уже бірақ 2 айға толмаған. Отыққан ғой бірақ уже болды. 100 қанша дедіңіз? 150 деп тұрым дейді, келсеміз дейді. Түрі әдемі. Жақсы екен. Түрі де әдемі көрініп тұр.